Сәлеметсіздер ме, құрметті қызықты әңгімелер каналының оқырмандары. Бүгін мен сіздерге әже махаббаты туралы әңгімені әңгімелеп беретін боламын. Каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Әже махаббаты. Балалығымды еске алсам, көз алдыма біздің үйдің қызыл сиыры көлбеңдей кетеді. Жарықтық, нағыз шаруаның көнбіс малы еді-ау. Таңертең ертеңмен анамыз қақтап сауып алады. Бір үйлі жанның ағы өзінен. Сосын жаз болса арбаға, қыс болса шанаға жегіп алып, отын әкелуге кетеміз ініміз екеуміз. Түс қайта тағы жегіп алып, 3 шақырым жердегі жайықтан бөшкемен су тасимыз. Кешке тағы емшегіне жармасып, сүтін бұзауына бермей тағы сауып жатқаны. Жаны сірі екен қайта. Бізді осы жерге көшіріп әкелген осы қызыл сиырдың анасы болу керек. Әжем марқұм қайратты да қажырлы болғанға ұқсайды. Атамыз бен інісі отан қорғауға аттанғанда артында шеттей 4-5 балалар қалыпты. Сонда деймін-ау, балаларыма тіске басар қалмады деп 3 ешкісінің біреуін сойып салса, басқарма кеңсесінен шақыртыпты әжемді. Жұрт соғысып жатса, сен ешкімді неге сойып аласың? Ертең совет жауынгерлеріне не жіберемін? Депті ақырып. Әжем, мал табатын бай әскерде, ол келгенше мына артында қалған балаларына не беремін? Нансаң, сол еттен бір түйір аузыма салған жоқпын. Сөйдепті де, бір түнде қалған 2 ешкіні де сойып, қоржынына тығып, алып көшіп кеткен екен. Мұндай әрекетке де жүрек керек. Не десе де қайнысынан қалған балалар мен өз баласын аштықтан сөйтіп аман алып қапты. Атамыз сол кеткеннен Уфа түбіндегі ұрыста опат болған. Інісі келді. Бертінге дейін өмір сүріп, жасы 80-нің жетуіне жеткен шағында кетті. Зәулім үйдің көлеңкесінде жіптен секіріп ойнап тұрған қыз баланы иегімен нұсқап қойып, әжем әкемді 14 жасында үйлендіріпті. Ұзын сирағына келте көйлегі әдемі үйлесіп, желмен желп-желп еткен алаңсыз балаға көз алмай қарап отырып көзін жалғады. Ол кездің балалары да ерте есейді, білемін. Анам ішкі жақтан қолғап, шұлық тоқып әкеліп сатады екен. Яғни бір бәңке күрішке не балыққа айырбастайды. Мұнда келіп қырдағы үйіне тамақтан өтетін нәрселер тасиды. Сонда да сол қызға көзі түсіп айттырып алып береді. Қара, ол заманның 14-тегі бойжеткені мен мына заманның 14-тегі баласын салыстыра алмайсың. Осы жіппен ойнап тұрған 14-тегі қыз бауырларым ашығып қалмасын деп талай жерге барып, өзі тоқыған шұлығын саудалауға жүрген менің шешеме түк те ұқсамайды. Анам жарықтық 14 жасынан енді өз үйінің отымен кіріп суымен шықты. Колхоздың 40 сиырын сауды, малдың шөбін салу, қиын жинау, сол қаршадай қыздың мойнында. 40 сиыр, ол кезде қазіргідей техника жоқ. Бәрі қолмен істеледі. Кешке сүріне қабына шаршап, үйіне жетсе, алдына бесікте белеулі баласы күтіп тұрады. Енем ыссы кісі болды. Менің келе жатқанымды көре сала, қайнап тұрған шәйнекті аудара салатын еді. Шамасы, келінге келін боламын ба, шәйнегін өзі қайнатып ішсін дейтін болу керек. Біз ғой бар жағдайын жасауға тырысамыз. Біз ғой қазір балаларымызды өзіміз аусақ қылып жатырмыз ба? Дегенмен жаман ойлап қалмаңыз, немерелерім ақылды. Өткенде үлкен немерем мөлдірдің кітаптарының арасынан жазған хатын тауып алып, әжесі екеуміз бір жылап алдық. Осы келінімнің анасы Зоя Ісмер болатын марқұм. Былтыр ауырып қайтыс болды. Қыздан көрген тұңғыш жиен немересі болғаны ма, мөлдір десе ішкен асын жерге қоюшы еді. Тоқып, тігіп, елде жоқ әсем көйлектерді кигізді. Көршілер қызығып сұрайтын, жеке фабрикадан шыққан деп күлетінбіз. Тіпті бір жолы түйе жүнінен тігілген керемет көрпе сүйреп келіпті. Атыраудың аязды күні бәріне бірдей жетсін деп, мол піштім деп күледі өзі жарықтық. Дәу керуеттің екі жағынан төгіліп тұрады. Сол әжесін сағынған болу керек. О дүниеге хат жазыпты. Сәбилік мөп-мөлдір сағыныш, жыртпай сақтап қой, есейгенде оқытармыз дедім. Бір парақ оқушы дәптерінің тор көзіне таза, сауатты жазылған хат сәби пейілімен адамды өзіне баурап алады екен. Ах, мама, біз сізді сағындық. Сіз қашан келесіз? Біз сізді асыға күтеміз. Неге бізді тастап кеттіңіз? Нағаш атам сізді ойлап жылап жүр. Мен байқап қойдым, көзін сүрттім. Енді жыламаймын, күнім деп маған уәде берді.
бәрі сізді күтеді. Сіз үшін есігіміз әрдайым ашық. Бәрі сізді сағынды. Мен егер бойжеткен қыз болсам, әрі дәрігер болсам, сізді аурудан жазып шығар едім. Иә, білемін, сіз де бізді сағынып жүрсіз. Алланың ризалығы үшін шыдап жүруіңіз керек. Сіз өзіңіз айтатын едіңіз ғой, адам шыдамды болса ғана, сабырлы болса ғана, ол жақсы адам болады. Мен де сіз үшін жақсы адам болуға тырысамын. Топырағыңыз торқа болсын, жатқан жеріңіз жайлы болсын. Хат жазған Мөлдір Асылхан. Перзенттің әжесіне деген махаббатынан жүрегім елжіреп, көңілім босап шыға келді. Құрметті Қызықты әңгімелер каналының оқырмандары, егер менің әңгімем сіздерге ұнаса, тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.